Ассаламу алейкум, братья! Те, кто собирается жениться, вот вам вариант. Жігіттер, бізде бүгін кезекті осмотрда алдарыңызда тұрған Kia Carnival High Limousine комплектациясында. Көлік 2022 жылғы V6 3.5 бензин моторымен. Кел, бер жақындаш бауырым. Капоттың астын көрсетіп жіберейік. Капоттың астында мінекей. Қарасаңыздар, бізде көріп тұрғандарыңыздай. V6 3.5 мұнда 3.5 екен жазылып тұр. Мотордың асты тап-таза, ешқандай болттары түртілмеген, өте идеальный состояниеде ғой. Енді көліктің тартысы, жүрісі, комфорты өте идеальный жағдайда. Фараларын қараңыздаршы. Фаралары бізде осындай кереметтей LED жарық шамдармен жабдықталған. Мұнда подсветка орналасқан, астында диодовый туманик қарастырылған. Фаралары түнде кәдімгі Түркістанды көрсетеді, Шымкенттен жарық жағасын, Түркістанды көріп отырасың ғой, көрінше. Мынандай осындай кереметтей өзінің Карнивалдың штатный керемет решеткалар қойылған. Қара және де осындай золотистый қоңыр светпен комбинация жасалған көлікке. Алдында бізде осындай передний камера орналасқан. Дистроник, парктроник барлығы да қарастырылған. Кет салон ішіне өтейік. Салоннан бұрын ең бірінші мынаны көрсетіп кетейін. Міне мұнда қарасаңыздар R19 диаметрдегі керемет титанкасы қойылған. Титанкі бізде штатный, протекторлердің жағдай өте керемет. Кунхо атты компаниядан осындай шиналар қойылған көлігімізге. Мұнда повторитель поворотника, боковая камера, яғни көлікті 360 камера полностью қарастырылған деген сөз. Датчик слепых зон. Жолда келе жатасың, поворотник қосасың, сол жағыңда машина көрмей қаласың ғой кейде. Поворотник қосқан кезінде айқайлайды ғой ішіндегі датчиктері ше. Ей, сол жағыңда машина келе жатыр, тоқтасай деп. Бесключевой доступ полностью қарастырылған. Осындай керемет порог қойылған. Порогтың салмақ көтеруі өте мықты. Жақсы салмақтарды көтере береді. Так, ішіне өтейік. Ішінде енді бөлек әлем қазір мына жерде кадрлар қайта-қайта қиылуы мүмкін бізде ше. Кадрлар қайта-қайта қиылуы мүмкін, бірақ енді іші деген бөлек әлем. Кіресіздер, көресіздер, вообще таң қаласыздар ғой кәдімгідей. Биркасында жазылып тұр 2022 жылдың 6 айында шығарылғаны, мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Бізде плавающий сиденье қарастырылған, полностью плавающий сиденье бар. Салон бізде ақ түсте, өте идеальный көрінеді, мынауше енді айта алмаймын, сөз жоқ. Полностью электропакет жасалған. Екі адамға арналған память сиденье бар ма? Бар. Аудиосистема крил ма? Крил. Мынау аудиосистема Кореядағы бір ең самый топовый аудиосистемалардың бірі негізінде ше. Так, ке салонға өтейік. Алдыңғы жағы сәл қызық емес болуы мүмкін негізінде, бірақ осының өзі чё стоит да комплектацияға ше. Артқы жағы вообще тема как көресіздер ғой. Мультируль полностью. Рулімізде бізде управление мультимедиа, круиз-контроль, удержание в полосе, дистроник барлығы қарастырылған. Осындай электронный щиток прибормен көліктің пробегін көрсетші мынаны. 66.515 км жүріп өткен ғой пробегі бізде. Мұнда осындай электронный монитор қойылған, өте керемет монитор. Бізде мұнда заводтан орналастырылған, қазір CarPlay қарастырылған көлігімізде. USB арқылы да, Bluetooth арқылы да кіруге болады. Мұнда полностью центр акустики. Акустиканы полный осы жерден басқара бересіздер. Және де мұнда многозонный климат контроль орналасқан. Алдында, артында полный осы жерден басқара бересіздер негізінде ше. Так, төменгі жағында екі USB порт, яғни зарядтауға арналған USB орналасқан. Ал ортаңғы жағында бізде осы мониторға қосылуға арналған USB порт қарастырылған. Көліктің комплектісінде бізде бір кілтін қалтама салып отырмын. Көліктің комплектісінде екі кілт бар. Кілтін көрсетшіге көрсетіп жіберейін функцияларын. Мұнда бізде құлыптау, ашу, багаж ашу, немесе сигнализация батырмалар орналасқан. Ал мына жағында автозапуск және де көлікті ішінде адам жоқ болса да автозапустан кейін алдыға немесе артқа жылжытуға болады. Ал мына екі батырманың көмегімен көлік құлыптанып тұрғанда немесе автозапустан кейін екі жанында есікті ашуымызға болады.
көліктің комплектте екі кілті бар, как положено. Мұнда беспроводной зарядка орналастырылған. Қарасаңыздар, так, коробка передача бізде осындай шайба түрінде орналасқан. Егер де есік ашылып тұратын болса, бізде осылай қосқан кезінде есік ашылып тұратын болса, біз дыға салатын болсақ, парковкаға лақтыратын болады, себебі көліктің есігі ашық тұр. Бұл автоматически орналастырылатын болады. Дыға саласыз, бірден парковкаға лақтырады. Екінші попыткада уже қайтадан дыда тұра береді уже. Парковкаға осы шайбаның үстінде пк кнопкасы арқылы баса аласыз. Мұнда драйв мод режимдері қарастырылған. Драйв мод бізде көріп отқандарыңыздай. Есік жаба салайын, көлемде жақсырақ көрінеді. Драйв мод нормал, эко және спорт және смарт режимдерінде жұмыс жасайды. Әр режим ауысқан сайын, міне бізде осылай анимация өзгеретін болады. Мінекей. Нормал, эконың анимациясы осындай, спорттың анимациясы осындай, смарттікі осындай болып өзгереді. Так, электронный ручник қарастырылған. Ручникті аяқпен бейтіп, көтеріп жүрмейсіздер, рахат. Аутохолд бар. Мұнда бізде мінекей подстаканниктерде суыту және ысыту функциялары қарастырылған. Суытуды басасыздар, көк жанап, ысытуды басасыздар, қызыл жанап. Как положено барлығы бар. Бұлай төменгі жағын көрсетейік. Мұнда подогрев сиденье 3 сатылы, авто сиденье 3 сатылы қарастырылған. Подогрев руля бар. Парктрониктер қосылуға және де мына батырман басу арқылы 360 камераны шығара аласыздар. Мінекей қазір өзін полностью көрсетеміз. Так. Қалай жасайтын? Міне артқы екі жағы, боковой камера арқылы, задний камера, артқы жағы барлығы да қарастырылған. Мінекей 360 камера рөлді бұрған кезінде осындай сызықтарымен көлік қай жаққа қарай бұрылып жатыр, барлығын көрсететін болады. Өте керемет жасалған, қауіпсіздік шаралары жақсы жүргізілген. Подогрев авто сиденье даже пассажирге де орналастырылған. Бізде және де артқы орындарға арналған осындай боковая плавающий сиденье қарастырылған. Боковая плавающий сиденье қарастырылған бізде. Көріп тұрғандарыңыздай. Және мынау батырманы басу арқылы біз ауа тазарту жүйесін іске қоса аламыз. Көріп отқандарыңыздай ауаны тазартады осы функция арқылы. Мұнда бізде бардачок қарастырылған. Бардачогымызды көріп тұрғандарыңыздай LED жарық шамдармен және де видеорегистратордың флешкасын салып қоюға арналған орын қарастырылған. Бізде көлікте видеорегистратор бұл заводтан орналастырылған. Міне төбе жағында осылай көріп тұрғандарыңызда видеорегистратор қосу немесе өшіру батырмасы. Мұнда бізде Кореяда платный дорога барлығы, платный дороганың өзінің арнайы хайпас атты карточкасы бар. Бұл көлікте заводтан орналастырылған осындай хайпас батырмасын басу арқылы картаның ішінде қанша ақша бар екен білуге болады. Міне сос кнопка, жоғарыдағы подсветка барлығы да қарастырылған, өте жақсы состояниеде. Аудиосистема крыл екен айтып өттік. Міне көліктің жанында қарасаңыздар, подсветка қойылған, мінекей керемет подсветкасы бар, әдемі көрінеді. Так, көліктің артқы жағына өтейік. Маған қараңызшы. Қазір көліктің артқы жағына өтеміз де ше. Көресіздер ғой ше. Алдыңғы жағының өзінде осындай керемет функциялар көріп тұрсыздар. Артынан не көремін деп ойлайсыздар сіздер. Қараңыздаршы. Достар, короче, біз негізінде карнивалды дилерский центрға келіп түсіріп атқан едік. Ол жерде в основном қызыл жанып тұрады машиналарда. Біздің машинада қазір бензин бітіп қалды. Айдалаға барып бензин алып келе жатырмыз. Қазір бензин құямыз и дальше контент жалғасамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз көліктің боковой екі есігін 5 жерден ашуға мүмкіндігіміз бар. Ол бірінші осы жердегі батырма, екінші ручкасы тартылады және кнопкасы бар. Ручкасын тартқан кезде ашылады және жабылады, кнопкасын басқан кезде ашылады және жабылады. Мына кнопка арқылы ашылады, жабылады. Іште ортадан тағы бір басқаруға болады және кілттің жаңа көрсетіп өткендей ішінде жаңа функция орналасқан. Сонда біз есікті 5 жерден ашып жаба аламыз. Мына жердегі порог жақсы салмақтарды көтереді. Бұнда хайлюмизин подсветка орналасқан. Бұл жанады қараңғы жерде. Так, көліктің ішіне өтейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Кнопканы басамыз, есікті аккуратно жауып қоямыз. Кірген кезде осындай керемет подсветка күтіп алады. Жоғарысы өте жоғары. Потологы енді
потолок деген потолок болып тұр ғой сөздің ашығы. Мұнда бізде климат контрольдің климаты орналасқан. Ең бірінші көрсетіп кететін нәрсе, мұнда бізде подсветка орналасқан, және де біз терезені ашып жабу үшін осылай төмен түсіп, былай еңкейіп отыруымыз керек. Сол нәрсені кәрістер жақсы қарастырған. Міне мұнда осындай екі батырма орналасқан. Оң жақтағы адамға оң жақта, сол жақтағы адамға сол жақта. Мына батырманы басатын болсақ, терезе түседі. Үстін басатын болсақ, көтеріледі. Ал мына жақта, сол жақтағы терезе, оң жақтағы терезені басқаруға болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, осындай заводской шторкілері орналасқан. Міне, қараңыздаршы, не деген керемет функция мынау деген. Ойбай, кәдімгі бөлек функция ғой. Так, очки тесейік, аккуратно қойып қояйық, көрсетейік енді. Так, артындағы адамдарға мұндай USB порттар қарастырылған, зарядкілеуге арналған. Мінекей, және де орындықтың парктрониктері мына ішкі жағында қарастырылған. Көрсетші. Көлік орындықтары мына жақтан артқа қарай, мына жерден ары тақалмайды уже. Максимум осы жерге тақалады, ары қарай кетпейді уже. Кел, мына қара. Артындағы орындықтарға подстаканник, мұнда пультті салып қоюға арналған орын, кішкене. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, мұнда 220 вольттық кәдімгі вилкамен зарядтайтын зарядчик орналасқан. Мұнда 12 вольттық разъемник қарастырылған. Так, мына батырма не үшін десеңіздер, ортада бізде холодильник орналасқан. Холодильникті ашамыз, сушнектерді сақ қоямыз, мұздай болып, тема болып тұратын болады. Біріншісі, екіншісі, мына батырманы басатын болсақ, осындай кішігірім пространство для вещей шығатын болады. Бұл пространствоға неше түрлі заттар сақ қойса болады, немесе аяқ киім пакетке салып, аккуратно тығып қоясыздар да, жауып қоясыздар. Мына жерде енді мындай басқа көліктердегідей пылесостап, сөйтіп қоя салмайды ше. Бұны сапарап, как положено, полын сүртіп, ішіне аяқ киім шешкізіп отырғызатындай полға мына жер ше. Кәдімгі ағаш қойылған, осындай керемет стилде жасалған. Светі де өте әдемі, көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей. Так, мұнда пульттің функциясы бізде ортадағы үлкен телевизорды басқару. Оған телефон арқылы кіріп, YouTube барлығын орналастыруға болады, қосуымызға болады. Так, мұнда подсветканы басқаруға арналған батырма орналасқан. Так, қосайық. Қостық, міне свет жанды. Так, мұнда светтің қалыңдығы, яғни жай немесе қатты. Мұнда сары свет, жан жағында. Мұнда жасыл свет. Көрдіңіздер ме? Үстіңгі жағында подсветка өзгеріп жатыр. Көк светке қоямыз, розовыйға қоямыз. Қалаған светке қоя бересіздер, в общем, былай айтқанда. Так, төменгі жағында. В общем, осыны полный басқаруға арналған функциялар қарастырылған. Свет жағып қоясылар, қазір көрсетеміз полностью. Домны басамыз. Мониторды полностью осы пультпен басқаруға болады. Так, ауа тазартатын қосып қояйық. Және мына жерде голосовое управление орналасқан. Бұл голосовое управление бізде картаны қосуға арналған голосовое управление екен. Біз есікті ашамыз деп ойлаған едік, бірақ есік ашылмайды екен бұл заттан. Так, голосовое управление, климат контрольдің желілері. Так, мұнда бізде подсветка, мұнда тоже подсветка. Мына жағында және мына жағында подсветка. Төрт жағынан төрт подсветка орналасқан. Көліктің мына жағында және мына бір жағында осындай батырмалар орналасқан. Мына бетін басайын. Үлкеннен 0,5-тен алып көрсетер бауырым. Неге осындай атаман кісімен кәдімгі орындықты полный жатқызады. Мұнда аккуратно отырасыздар. Былай жатасыздар осылайша. Так, бұны қайтадан жинақ қою үшін қайта осы батырманы басамыз. Сол кезде орындық полностью жиналады. Бізде қарасаңыздар, мұнда подлокотник былайынан алды қарай жылжиды. Мына екі батырма не үшін десеңіздер, осыны басатын болсаңыздар, осылай шығады. Және үстінен бір басасыздар, жоғары тартасыздар, тағы бір тартасыздар, аккуратно түсіресіздер да, қоятын заттарыңыз қойып, тамағыңызды ішіп, рахаттанып отыра бересіздер бұл жерде. Так, бұны қайтып жинайсыз, көтересіз, түсіресіз, тықат басасыз, құлттанады, аккуратно жауып қоясыздар. Осылайынан. Мынаны басамыз, аяқ киімді аккуратно шешейік, көрсетші. Аккуратно шешесіз, екеуін аласыз, бұлай қоясыз, аяқты басасыз, және қосу батырмасын басып, хуагин деген батырма бар. Если қаласаңыздар, көлікке русификация жасап береміз біз. Русификация полностью орыс тіліне қойылатын болады. Осылай аяққа массаж шығатын болады. Көрсетші кәне. Мінекей, көтерілді. Аласыз да, аяғыңызды бұлай бір тығасыз, бұлай бір тығасыз да,
мына мониторды көрсет енді. Екінші режимге қойайық. Қосу батырмасын басасыз. Енді аяққа массажды алып кетеді. О дальше берші, мен өзім көрсетіп жіберейін осы жерін. Мінекей. Іші кәдімгі дірілдеп жатыр, қарасаңыздар, мінекей. Полностью аяққа массаж жасап береді. Әдемілеп тұрып, мінекей. Қайта өшіресіз. Сөзді аяғыңызды аккуратно аласыз, өшіру батырмасын қайта басатын болып, Хуагин деген батырмасын бассаңыз, қайтадан массаж ішке қарай кіретін болады. Бұндай массажды мен көліктерден бірінші мәрте көруім, аяққа удобство жасалғаннан кейін енді бұл бөлек әлем ғой. Дальше аяқ киімді киіп алайын мен. Мұнда бізде қарасаңыздар, артқы орындықтарға ойлаңыздар. Полностью беспроводной зарядка қарастырылған. Беспроводной зарядканың белгісі және беспроводной зарядка. Телефонды қоясыз, беспроводной зарядтайсыз. Және артқы екі қатарда орындықтарға осындай подогрев, обдув стаканы қойылған. Көріп тұрғандарыңыздай, өте керемет жасалған енді көлік. Және біз орындықтарды жаңағы осы екі батырма ғана арқылы емес, мұнда тоже басқара аламыз. Қазір көрсетемін. Міне. Орындық батырмасын басасыз, атаманкінің үстін басасыз, атаманкіні қолдана өресіз. Және де астыңғы жағын басасыз, осы астыңғы жағын полный басқара бересіз. Мінекей. Және осылай полный басқарасыз, рахаттанып отырып, осы кішкентай монитордың көмегімен рахаттанып отырасыз. Және мұнда қарасаңыздар, мінекей, тікесінен көрсетіп жүр бауырым. Қарасаңыздар, подогрев, обдув сиденье орналасқан. Міне подогрев 3 режимде, обдув 3 режимде. Барлығы қарастырылған. Көріп отырғандарыңыздай, мінекей. Телевизорды басқарамыз, мына жерден подсветканы басқарамыз. Мына жерде орындықтарды, аяқты және де климат контролі дауысын, мінекей. Дауысын, яғни желдің ұру режимін полностью басқарасыз. Градусын, мінекей. Настройкасы, Bluetooth барлығын осы жерден кіресіз. Дауысты осы жерден басқара бересіз. Мінекей. Және осылай аккуратно мониторды өшіп қоясыз, болды. Так, көліктің енді біз қазір ішкі жағын полностью қолдан келгенше айтып түсіндірдік, көрсеттік. Енді қазір біз багажға өтеміз. Есік көріп отқандарыңыздай осындай полностью автоматты түрде өзі жабылатын болады. Ешқандай қолмен тартып, сүйреп, старексте қиналып жүрмейсіздер. Так, артқы жағына келейік. Артқы жағының енді стилі минимализм, өте керемет жасалған. Осындай ұзын фаралар қойылған. Артқы жағына көріп отқандарыңыздай, мінекей, мұнда задний камера орналасқан. Көп карнивалдарда хайлюмизин комплектацияда именно осы жерде хайлюмизин деп жазылып тұрады. Бұл жерде бұл шилдік жоқ, тек қана карнивал ғана жазылған. Так, бізде багаж ашу батырмасы осы жерде орналасқан. Бізде багажник электроприводный, осылай аккуратно ашылатын болады. Мұнда қарасаңыздар, мінекей осындай батырмалар орналасқан. Төмен түсуді өшіріп тастау және де төмен түсіру батырмалары орналасқан. Төмен түсіруді басасыз, қайттан тоқтайды, мынаны басасыз, қайттан ашылады жоғары қарай. Көріп тұрғандарыңыздай. Так, артында бізде 30 килограммға дейін көтеретін осындай вешилка орналасқан. Если сіз тамада болатын болсаңыз, және де межгород көп жүретін болсаңыз, сізге қайта самолетке билет алып, таксимен қиналып, вообще керек емес. Қасыңызға бір врачыңызды ап аласыз, музыкантыңызды ап аласыз, өзіңіздің аппаратураңыз полный жинап аласыз. Осы жерді ашасыз да, полный жинап, заттарыңызды саласыз, керек заттарыңызды істесіз да, мына жақтарға да заттарыңызды жинап тастайсыздар. Үстесіз да, врачыңызге рульге отырғызып қоясыз, өзіңіз артында отырасыз, музыкантыңыздың аппаратурасы артында тұр, сіздің киімдеріңіз, әр тойда ауыстыратын костюмдеріңіз барлығы осы жерде тік иіліп тұр. Сөйтесіз да, іліп қойып, аккуратно тойыңызға барасыз да, тойыңызды басқара бересіз. Артында полный осындай шторкілер қарастырылған, артқы видеорегистратор бар көлікте. Жылқысы, мына жердегі зат салатын орындары барлығы да өте керемет жасалған. Көтеріп қойып, бүйтіп ұстап тұрмайсыздар, немесе ары қарай құлатып отпайсыздар. Просто көтересіз. Мұнда осындай көтеретін өзінің амортизациясы орналасқан. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей, өте керемет жасалған. Ортада, если заттарың сыймайатса, ортадағы бөлікті алып тастап, аккуратно шетке қойып қойсаңыз болады. Осылайынан артында орын өте көп пайда болатын болады сізде. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, бұны қайтып аккуратно осылай салып қоя саласыз. Үстесіз да, тық етіп жаба саласыз. Мұнда бізде огнетушитель қарастырылған. Мінекей, огнетушитель
және де аварийный белгі барлығы бар көлігімізде орналасқан. Так. Мінекей, мұнда тағы бір кішігірім насос, тағы сондай керекті заттары қарастырылған. Көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей. Енді көліктің состояниесі енді өте идеальный состояниеде. Қазір біз алдыңғы бөлікке өтеміз, алдыңғы жағынан бір кадр түсіреміз және дальше жалғастырамыз. Біз қазір көлікті өшіріп қойдық. Кілттің функциясын көрсетіп кетейін. Құлыптау батырмасын басасыз, автозапускты басасыз, машина оталады. Не, машина оталды. Енді қара. Мұнда осы батырма бар. Осы батырманы басамызда көлікті алдыға жылжытамыз. Руль өзі автоматически тураланатын болады. Мінекей, қараңыздар. Ішінде адам жоқ бізде. Ең қызық жайт, мінекей, адам жоқ. Қазір қараңыздар. Тоқтатам көлікті. Есікті ашам. Ішін қараңыздар, ешқандай адам жоқ. Әдейіге қимай көрсеттім осы жерін. Мінекей, ешқандай да адам жоқ. Көлік өзі жылжып баратыр. Есік ашылғаннан кейін дальше бұл ручной управлениеге кетеді. Кілтпен ешқандай басқара алмайсыздар есік ашылғаннан кейін. Көлік өте жақсы жағдайда, өте керемет комплектацияда. Егер кімде-кім дәл осындай керемет автокөлікке қызыққан болатын болса, кімге хабарласу керек екенін білесіздер. 24/7 хабардамыз, қызметтеміз. Кез келген көлігіңізді, кез келген пробегпен өзіңіз қалаған бюджетте тауып беретін боламыз. Көлікті максимально қолдан келгенше түсіндірдік. Хабарласыңыздар, жазыңыздар, хабардамыз. Чао, какао.